сыңар. Жаратқан аналардың ғұмырын баян етші, өсірген ұрпағыңның алдында аял етші. Мың алғыс көз ілмей атырған таң үшін, бесекпен қосала тер
Ассалаумағалейкум. Той құтты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қояйықшы баршамыз. Ай, тамаша. Ал олай болса, құрметті ағайындар, тура осындай көңіл күйде сәлем сөздің анасы болар айқын, қазағым оны жөнмен бағалайтын, армыздың, аманымыздың ардақ делім, жақсыға қабақ шытып қарамайтын, өздері қалжыңдасып сөйлескенде сөздері сүйегіңді жаралайтын, 30 күн ұлан асыр тойын жасап 40 күнде қызығы тарамайтын, той десе қу басы домалайтын, қазақ елі ассалаумағалейкум деп баршаларыңызбен бір амандасып қояйық. Той құтты болсын. Ай, тамаша. Ал енді құрметті ағайындар, құрметті игі жақсылар, бүгін бір ақ түйенің қарны жарылған күн. Өзім деген ағайындар Рысталдыдай анамыздың осындай тамаша күнде жанынан табылған күн дейміз. Әрине, қадыр ақын айтпақшы, мейлі ғой сенбесеңіз сенсеңіз де, еркіңіз көнбесеңіз көнсеңіз де, арулар қартаймайды ешқашанда, мәңгілік қыздың жасы 18-де, дұрыс айтасыздар. Ал олай болса, 18 жасқа толып бүгін құлпырып осындай тамаша күнді өзінің игі жақсыларымен, жақындарымен атап өткелі жатқан туған күн иесін, той иесін ортаға шақырып алуға дайынбыз ба? Дайын екендеріңіз бір нұрлы шапалақтарыңызбен байқатып қойсаңыздар. Ай, тамаша. Ал енді құрметті ағайындар, әрине анасыз ақын да болмайды, анасыз батыр да болмайды. Алып та анадан туады дейді ғой дархан халқымыз. Әрине бүгінгі таңда міне осындай анамыз 18-ге толды деп төбелеріне көтеріп, анасының жақындарын жанына жинап, осы тамаша датаны сіздермен бірге қуанышты бөлісте көбейет деп, осы кішкентай ғана қуанышты көбейтіп келген қадамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Ал олай болса, қорғызындай болған біздің анамызды арулармен бірге бүгінгі той төріне шақырсақ, анамыз ортаға келсе, қолымыздағы тамаша әсем гүлімізді сыйласақ, бүгінгі тамаша күнді осылай тағы да бір жақсы көңіл күймен атқарамыз деген сеніміміз мол. Ал олай болса, құрметті ағайындар, сіздерге барлықтарыңызға енді мына отырған ақжаулықты аналарымызға орындарыңыздан тұрыңыздар дей алмаймыз енді. Дей тұрғанмен де бір қол соғып қошеметтеп, бір дүбірге дүбір қосып, қиқуға қиқу қосып айналайын Рысталды, 70 жасың құтты болсын деп бір қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр ағайындар. Ал олай болса, той иесін той төріне қарсы алайық, қолдан кесте қол соғайық қане. Солғанша гүлім көзде тұнып, ана деп ән салам, жүрегім мейір жүзге толып, өпетпін мен саған. Мәңгі дос сен ғана, абзал ана, көңілім кең
анамызға беріңіз, қазір сурет жасаймыз естелікке, иә? Бәріміз беріп болдық па? Беріп болсаңыздар бір қол соғып қошеметтеп анамызды құттықтап қояйықшы. Ай, бәрекелді, міне. Туған күніңіз құтты болсын, Рысалда апа. Жылда осылай 18-ге толып құлпырып жүре беріңіздер. Міне, Құдайым бүгін мені қолдасын, тек қана қуанышқа шыға берсін көз жасым дейді ғой. Көз жасыңыз тек қана қуаныштың көз жасы, көзіне қуаныштың көз жасы келіп жатыр ағайындар, бір анамызды, я бір демеп. Ай, тамаша. Ай, тамаша, я. Ал енді құрметті ағайындар, құрметті игі жақсылар. Ал енді Рысалда апа, қуанышыңыз құтты болсын, тойыңыз құтты болсын. Міне. Құда болсын, құрдасындай, құдағиын болсын, тығыласындай деді ғой. Міне, құдағи шыдай алмай, алғашқылардың бірі болып, бетінен сүйіп құттықтап жатқан жайы бар. Құтты болсын, апау. Я, мынау Лұқпан Хакімдей ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Мына Алланың берген алтындай ғана балапандары міне, Есенжан ұлыңыз бар. Дина қызыңыз, дұрыс айттым ғой, я? Я, төбеңізге көтеріп, міне осылай Лұқпан Хакімдей ұрпағыңызбен мың жасаңыз, апау. Бәрекелді, міне Ырысалды деген есім қандай мағына береді, білесіздер ма? Ырыстың бақыттың алды, иә? Бақыттың ырыстың алды, бірақ міне генералдар келе жатыр ғой, жай. Керемет. Осындай сәтте бір қол соғып қошеметтеп тұрсақ, нұр үстіне нұр болар, міне. Құттықтамай қайтпаймын, шыдай алмай жатыр, міне, шыдай алмай. Төрдегі басын босағаға сүйреп, сізді құттықтайын деп. Я, Есаға, міне, қазақта тамаша тілек бар, құшағың гүлге толсын деген. Әрқашан құшағыңыз гүлге толсын. Құдай қаласа, міне, бір аптадан кейін жадырап, нұрын төгіп, көктем де келіп жатыр. Көктемнің алғашқы мерекесі халықаралық әйелдер күні бар. Барлығы сұлулықтың бәрі анадан басталады екен ғой. Анамызға гүлін бере қойыңыз. Және де, балалар, бері қарай келе қойыңыздар, бір тойдың басында әдемдеп бір естелікке сурет жасайық, иә? Келіңіздер. Немерелер қайда? Керемет, міне. Отауының ұйытқысы болған, әулетінің сүйіктісі болған біздің Ырысалда анамыз ортамызда ағайындар. Міне бүгін жадырап, жайнап, күліп ойнап, ағайынның қасында, бала шағаның алдында осындай тамаша күнді өздеріңізбен бөлісіп жатқан жайы бар. Қуаныш құтты болсын дейміз, той құтты болсын, жүзіңізден күлкі кетпесін, Рысалда апа. Бәрекелді. Болма, сурет бар ма, жігіттер? Тағы бір рет па? Ай, бәрекелді, бар екен. Ал енді орындарыңызға жайғасыңыздар, апамызды құтты орнына қондырайық, жайлы орнына жайғастырайық. Апау, халқым елім жайғасып алсын, бүгін той сіздікі, бүгін төрде сіздікі, қалаған жеріңізге барып жайғасасыз. Я, міне осындай құшағыңыздағы гүл секілді әрқашан жайнап, күліп ойнап, ағайынға еркелеп, балалардың темір қазығы болып жол көрсетіп, жөн сілтеп жүре беріңіз. Тойыңыз құтты болсын, бәрекелді. Бір кісілік орын бар демекші, жандарыңыздан бір жақсы жайлы орынды анамызға ұсына қойыңыздар. Ол кісінің жүрген жері әрқашан төр болсын деген ниетпен. Ал енді әрбір берекелі істің басында бісміллә тұрса, соңында әлхамдулилля тұрады деп қазақ бекер айтпады. Бісмілләсіз іс қылма деді. Сондықтан да осы біздің Ырысалда анамыздың 18 жас мерейтойы әрқашанда берекенің, жақсылықтың бастауы болсын деген ниетпен
осы әулеттің 1000 жылдық құдасы жаңа шыдай алмай ортаға шығып құдағиының бетіне сүйіп құттықтап жатқан төленді ағамыз, төленді құда. Мына алдымызда жайылған ақ дастарханға илахи әумин деп ақ батаңызды беріп жіберсеңіз, нұр үстіне нұр. Ал қанекей құрметті ағайындар, көтергәне білекті, нұрға бөліп жүректі, Алла берсін тілекті. Аумин. Amin. Bak darasın. Allah. Bak darasın. Darasana bugün. Allah canta bakan balalarında Cağabey'in tuğan günde oyunda kocası bulup benim jönüye çektirdi. Sol şu. Buna dair uluslararası neleri civası noktayı yürüm Albat'ın Gökdeğir'de Baksaray'da bütün sarayda sizge en yakın adamlar jinadı oldu. Soların bәрінің ойы сіздер бүгінгі мына мерейтойыңызбен құттықтауға келіп отыр. Біз өзіміз құдай босқақтармыз. 17 жыл төңірегінде сізбен біздің арамызда немерелер өсіп жатыр. Құдайға мыңдан күш көріп. Бәрі жақсылықтар болып жатыр. Осы хабарды естігеннен кейін бізде дайындап күн саламыз жүрдік. Жаңа қайдан 3 күн ұйықтасақ 4-5 күн тойға барамыз. Сол айтпақшы мына Құдайға мыңнан рахмет. Бүгін біздің Алматының төріндегі Бақсарайда сізді құттықтауға келіп, оған сондай себептер болған Аллаға шүкір. Еліміз дастарханға береке берсін. Ақ жүзді айберді болайық. Барынарымыздың үйімізде бақ болсын, қадыр болсын, табыс болсын, денсаулық болсын. Немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің, балаларыңыздың тыныштылық болып, әлі талай мерейтойлар ойлай беріңіздер. Аумин. Төленді құда, тамаша батаңыз қабыл болсын. Яғни шыдай алмай құдағиыңыз өзіңіз ортаға шығып құттықтап жатсыз. Енді сізге де сол бір тамаша тілек бізден болсын. Мынау тамаша батаңызға жаңа ғана базардан келген свежий шапан бар, болмаса свежий тоқал бар, қайсысы? Адамды бұзбасын, ләмет досым ғой. Шапан, Орамал том болмайды, жол болады дейді, сол жерген адамға шапан. Тоқалдыға керек жоқ. Өзіңізден көріңіз енді, жарайды енді міне шапан, Елжан қазақ брендінің атынан төленді құда. Мақтанып көрсететіндей әдемі шапан құтты болсын. Ал енді құрметті ағайындар, құрметті игі жасылар, алдымыздағы жайылған ақ дастарханға әумин деп ақ бата берілді. Енді талғап тамақтан, сан түрлі салаттан алып ішіп құйып жиып отырыңыздар. Тойдың сәні дәмді көтерер тамаша бименен ән деді, бар жақсы алдыға жиылғанша, бәр дәмді алдымызға бұйырғанша, би келеді тойымыздың төріне, би келеді сұлу қыздар секілді күймедегі мың бұралған майысқан саусақтары бүгінгі кеш әдемі бір күйген еді деп әдемі бір көңіл күйде бүгінгі тойымыздың салтанатымен сәнін келтірген Асу шоу балеттің ару қыздары қарагөз қарындастарымыз тойымыздың ең алғашқы салтанатты сәнін қазақ биімен ашып берсе, қолдан келіп жаста бір қол салып қошеметтеп қойсаңыздар. Нұр үстіне нұр. Той құтты болсын қанекей.
шоу балет Астудың аруы қыздар. Рахмет қыздар. Айналайын сіздер де бақытты болыңыздар, бақтарыңыз ашылсын. Ал енді ағайындар, бүгінгі біздің Ырысалды анамыздың қуанышына алтын уақыттарыңызды қиып, алтын бастарыңызды иіп, осындай тамаша бағы мен бақыты, ырысы мен ынтымағы жарасқан тамаша жанұяның осындай тамаша тойына куә болып отырсыздар. Міне осындай анам қуансын деп. Ең бірінші анаңды сыйла деген екен ғой пайғамбарымыз. Екінші және анаңды. Үшінші барып тағы да анаңды сыйла деген екен ғой. Олай болса осылай анасын сыйлап, төбесіне көтеріп, дастархан жайып, той беріп жатқан біздің Есенжан бауырымыз бен Дина әпкеміздің үйіне Алла тағаланың нұры жаусын дейміз. Аман болыңыздар, сау сәлематта болыңыздар. Ал енді бүгінгі той өзіміз отырып бір шай ішейікші деген тойға ұқсайды негізі, форматы ше. Өйткені бүгін қатып қалған қағида жоқ. Өйткені бұл тойға барлығымыз араласамыз, барлығымыз үлес қосамыз. Әнді де айтамыз, биді де билейміз, ойынды да ойнаймыз. Сондықтан да тамада сөйлейді, тамада көңіл көтереді, біз отырып қол соғамыз деген әңгіме жоқ. Ал енді ағайындар, игі жақсылар, әрбір атқан таң, әрбір батқан кеш, әрбір шаңыраққа бақыты мен жақсылығын алып келсін деп тілейміз. Сондықтан да тамаша той думанмен таң атырып жүре беріңіздер. Тамаша әндер айтылып жатқан кезде ортаға сұлуларыңызды, аруларыңызды биге шақырып, билеп жүрсеңіздер де әбден жарасады. Ал олай болса бізде бір тамаша ән болсын. Тамаша той думанмен таң атыра берейікші. Тамаша той думанмен таң атырса, сол кезде жанымда сен жан отырса, тамаша жексенбі күн көл басында, толықтан балық аулап бал отырса, тамаша жексенбі күн көл басында, толықтан балық аулап бал отырса, тамаша тойлаудың түнін көрсе, түнде сол айдай сұлу тегін берсе, тамаша достарыңмен дала кезіп, қорқалы туған жердің гүлін терсе, тамаша достарыңмен дала кезіп, қорқалы туған жердің гүлін терсе. Bir mezgil ketken kürek ostamasa, tamashada
тостамаса, бір мезгіл кетпен күрек ұстамаса. Арыстан апа, ортада қаласыз ба, өтініш. Рахмет қошеметтеріңізге. Шақырсам бола ма сіз қасыма? Сенің туған күнің. Ай, тамаша. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? 100%. Мына қошеметтің бәрі сізге, міне. Тоқтамай қайтпаймын, туған күнің менен, қалай тілек айтпаймын, өмір барда бол. Ай, тамаша. Я, енді тойға келген ағайындар, негізі құрметті ағайындар, негізі осы той болады дегеннен бір 15 күн бұрын ау деймін. Осы жердегі ұлымыз Есенжан бауырымыз бар, ақылдастық. Ой, бұл тойға басында біз өзістір, көзістір 200 адам шақырайық дегенбіз ше. Одан жай 200-ден бері қарай 150-ге түстік, 150-ден 100-ге түстік, одан шамал бері қарай 50-ге түстік. Бұдан нені байқаймыз? Бұдан бұл тойда бөтен адам жоқ. Ең деген нағыз жанашырлар, жақындары, анамның жақсы көретін бауырлары, өзім деген ағайындарды ғана шақырып отырмыз. Дұрыс па апа, иә? Керемет. Ал енді жаңа айттым ғой, ырысалды деген сөз қандай мағына береді деп сұрадым сіздерден, иә? Мына ырысалды деген сөз жаңа қазір интернет деген жақсы болды ғой. Интернетті ашып қалсам, ырысалды деген сөз мына көне Шағатай тілінен аударған кезде Ерболат деген мағынаны білдіреді екен ғой. Оказывается, ше. Сіздер білмедіңіздер ма оны? Иә, біле жүріңіздер. Ал енді, иә, сол ғой, соның барлығын біліп, иә, жай, соның барлығын реттеп жатқан жайымыз бар, иә. Ал енді апам, бүгінгі тойда міне, апам өзін ортаға шақырған себебім, бүгінгі тойда барлықтарыңызға сыйлық бар. Ешкім құралақан қайтпайды. Сол сыйлықтың ең алғашқыларын өз қолыңызбен табыстап жіберсеңіз деп шақырған едім, негізі ше. Ең бірінші сыйлықты алатын бұл тойға ең бірінші болып келген қонаққа. Ең бірінші болып келген қонақ осы тойхана әлі салынып бітпеген өзі ше. Салынып бітейін деп жатқан кезде келген осы қара көйлектегі. Я, сіз білесіз ғой, кім бірінші келген? Қолдарыңыз көтеріңізші. Әкесі қарындасым, е? Қарындасым қасында? Міне, шығыңыз ортаға. Екеуіңіз келіңіздер. Келіңіздер. Билеп, бірақ, билеп. Мынау сізге. Бұл, міне. Ой, қараңыздар шынды. Бөпенің де көңілін қалдырмай жатыр ғой адам. Міне, фотоны апамен. Келіңіздер. Апа. Өмірдің бір қызығы фото дегенде ғой. Бұның барлығы тамаша естелік. Ал, рахмет сіздерге. Пока беретініміз осы. Тойдың аяғына дейін жақсы астаңыздар. Тамаша сыйлықтарымызды беретін боламыз. Ал енді тағы да қуанышыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, мынау енді қыздың жасы 18 дегенмен де 2.35-ті
қанат қылып байлап, жүзге қарай жүзіп бара жатырсыз ғой. Құдай қаласа, осы жердегі отырған ағайындар, төрт көзіміз түгел, анамыздың 100 жас мерейтойында кездесейік деген кісілер бір аумин деп бір қосап қошеметтеп қойсаңыздар, Өйткені жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой қазақ. Әрқашан біз жақсы сөз айтып, жоғарға лақтырып жіберсек, ары қарай қабыл болып кетуі әбден мүмкін екен ғой. Сондықтан да айтпақшы, ұзақ өмір сүрудің кішкентай бір секретін айтып берейін ба? Бір ауылда бір атамның жасы 110-ға келген ғой. Сөйтіп жаңағы журналистер кеп сұрап жатыр дейді. Көке, ұзақ жасаудың сыры неде десе, көкем айтты: "Ай балдар, ол оп-оңай деген ғой. Мен осы ауылдың барлығына дерлік қарызбын" деп айтады дейді. Солардың тілеген тілеуі. Осы шал біздің қарызымызды қайтармай тұрып өліп қалмаса екен деп айтады дейді. Сондықтан да шама келсе пенсиядан берем деп қарыз ала берсеңіз, елдің бәрі сіздің тілеуіңізді тілейді апа. Осы апам ұзақ жасаса екен, осы апам жүре берсе екен, осы апам бар болса екен деп. Сондықтан да ақ жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін апам. Тойымыз той боласын. Арасында осылай ортаға шығып тұруға болады ғой, Өйткені бүгін сіздің тойыңыз, өйткені бүгін сіздің тамаша күніңіз. Анамызды бір қол соғып қошеметтеп, құтты орнына жайғастырып қойсақ. Жастай беріңіз апам, жайнай беріңіз. Ал енді, құрметті ағайындар, бүгінгі тойда қысқа сөйлегендер бар, ортада керемет билегендер бар, асқақтатып ән айтатындар бар, ертедегі үйлеріне қайтатындар бар. Барлығына приз береміз. Бүгін ешкімді құр қалдырмаймыз. Ет дайын деген хабар келіп жатыр екен. Олай болса біз қазақпыз ғой енді. Ет жемесек, анау-мынауға қарнымыз тоя бермейді біздіңше. Сондықтан да ет келеді, ағайын, ет келеді. Ет дегенің емес пе, берекенің беттегені дейді ғой. Әрбір шаңыраққа береке, жақсылық беттей берсін деген жақсы ниетпен тойымыздың төріне қазақтың үлкен асы, күмбірлеген күймен етті ортаға алдырайық, дастарханға жайғастырайық. Ал енді құдеге түйенің танығаны жапырақ дейді екен ғой. Тағы да келді сізге. Өйткені үлкен асқын бастап келген басқа алдыңызға келді. Асқы бастап келген басқа илахи аумин деп. Құрметті ағайындар, көтергені білекті, нұрға бөлек жүректі, Алла берсін тілекті. Аумин. Ал дастарханға береке берсін. Әріміздің үйінде бақ болсын, осындай той болсын. Аумин. Керемет. Атам асыңыз жатыр. Ал енді құрметті ағайындар, қазақтың үлкен асы алдымызға келе жетті. Алдымызға ас қойдық. Екі қолды бос қойдық. Астан алып отырыңыздар.
құрметті ағайындар, алдыларыңызға келіп жеткен қазақтың үлкен асты еттен алып отырыңыздар, және де көңілдеріңізді, ниеттеріңізді. Қырғыз алдағындай құлпырған біздің ару да әсем азу шоу балеттің әдемі қыздарының әдемі биіне көз қиықтарыңызды салып отырыңыздар. Сіздер үшін тамаша би Венский вальс. Шоу балет астым бәрекелді. Ал енді бүгін бізде асығыс жоқ, асығыстан Құдай сақтасын. Ал енді жаңа тілге тиек еттік, бүгінгі тойдан ешкім құралаған қайтпасыншы деген ниетпен. Сондықтан да Дина ханым асыңыз бәрекелді. Құрметті ағайындар, Ішкернияз ақын айтқан екен ғой, астың ащы болғанын тұздан көрдім, жердің тайғақ болғанын мұздан көрдім. Жас кезінде қыз бала деп елеп-елеп, қартайғанда қызықты қыздан көрдім деген екен. Енді бүгінгі тойда Есенжан ағамыз екеуіңіз міне біріңіз Ырысалдан ағамыздың көзінің ағы болсаңыздар, біріңіз қар асты болып, қос қанаты болып, осы анамызды төбемізге көтеріп жатқан жайымыз бар. Енді жаңа анам ортада бар кезде тойымыздың ең алғашқы сыйлығын табыс еттік. Қалған сыйлығын сізге істенем деді. Сіз табыстай берсе болады деді. Ал енді бүгінгі тойдағы көп жерде еленбей қалады, көп жерде ескерілмей қалады дей тұрғанмен де осындай ұлан ғайыр жеріміз бар ағайындар. Ұшқан құстың қанаты, жүгірген аңның тұяғы тозатын. Осы ұлан ғайыр жерімізді қазаққа толтыру сіз бен біздің міндетіміз. Сондықтан да бүгінгі тойдағы көп балалы анаға сыйлық беріп жүрсек бола ма? Болады ғой, иә? Бүгінгі тойдағы көп балалы ана. Мәншік әпке?
Ма? Қанша бала? Алла көп көрмесін, көбейте берсін, бірақ қанша? 4? Мала дейді, өзіңізде қанша ол? Сізде қанша ол? Почему так мало? Сізде? 4? Так, 2, 4, 5 бар ма? 6? Апаларды, апалар плюс 10 деп тұр ғой. Апа, Алланың берген алтындай балапандары 5, е? 5 апам осы тұр пока. 5-ден көп бар ма? 6 бар ма? Кім 6? Қысты? Ұялы болсыз ба 6 байды ғой? 7 бар ма? 7? 6-дан асатымыз жоқ, е? О, Ержан аға. Так, Алла енді көп көрмесін, көбейте берсін деген жақсы ниетпен сізде Алланың берген қаяқтан білесіз 7? Оқысы өзі біледі ғой? Охо, так, 8-шісі отчет десек. 7-ге береміз ғой, е? Бола ма? 7 деген қандай қасиетті стан қазақ үшін? Ортаға шығыңыз шәкке. Жүріңіз. Приз! 1! Жеті бала туам деп бидің движениясын ұмытып қалғансыз ба әпке? Иә, арасында бидің. Ержан аға мендегі жеңге сіз өзіңіз, иә? Бақанастың келді ма? Енді сізде тағы да бір сыйлық ұтып кетуге мүмкіндік бар. Жете ма? Қанағат па? Ну ладно, бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар, иә, қанағат деп жатыр әпкем. Енді мынандай бір екінің басына бұйыра бермейтін бір бақыт бар. Кредиті жоқ қазаққа бір приз беріп жіберсек бола ма? Бар ма? Араларыңызда кредиті жоқ адам бар ма? Кім? Әпке? Жоқ, бірінші болып қол көтерді, жасыл кей. Шыңыз жоқтарға. Келіңіз. Биле! Бұқсты билемегенде кім билейді енді, кредиті жоқ. Дұрыс па? Мен билеймін, басында 5 кредитім бар. Міне, сіздің бақытыңыз барша қазаққа жұғысты болсыншы. Сіз кредит алмадыңыз ба, жоқ әлде бермей ма сізге? Кредитке болғасын бермейді. Жоламайсыз. Айтор арты жақсы болған екен. Құтты болсын, иә. Ал енді Дана ханым былай қойшы, көп балалы аналарды түгендеді. Кредиті жоқтарды таптық, ең бірінші келгендерге сыйлық бердік. Енді келесі сыйлық тішек. Ең алыстан келген кісіге береміз ба? Кім алыстан? Кім алыстан келген? Ақтау бар ма? Апа, ортаға шығадамыз ғой, Ақтаудан келіп тұрып, мына жерге шығамасам не үшін келдім деп отыр ғой, апа. Қане? Ей, қазақшамен қойшы, апа, ей. Апа, қалай ғана апама шапала ұрмайыңыз?
Ақтаудан қашан келдіңіз, апа? Кеше түсті. Алдыңғы түсті түсті ба? Алдыңғы күні түсте. Самолеттен түстіңіз. Кеше тойда болдыңыз ба? Кеше тойда болмадыңыз ба? Розаның үйінде болдыңыз ба? Что-то орамалыңыз таныс болып тұр да маған ше. Кеше бір тойда осындай орамалдар таққан апамды көрдім. Ай, бәрекелді. Розаның үйінде болдыңыз ба кеше? Роза не берді кешке? Арамдан келген кейін. Сіз көкпен оқысы жермен. Ай, тамаша. Апам сонау Ақтаудан арнайы Рыстам апам 18-ге толып жатыр деп келген екен. Енді арнайы Ақтаудан келгеннен кейін апа бір әудетініміз бар шығар, я? Айналайын қарағым алтыным-ай, Алтынды көргенде жасыдым-ай, менім-ай. алмағашты Көргенде-ай, текенде түн-түнде-ай. Бағадығым жасық мәурен, сізбен бүктеп білінген-ай. Vay vay vay. Өлең айта алмайды қайттайшы. Мынандай әніңіз естіп тұрып ше, апа, егер мен қателеспесем, сіз бар ғой, я өскен кезде мынандай әнші болайын деп тұрған сияқтысыз, апа. Өскенде әнші болатын еді ғой. Мына әкең әншіге жібермеді ғой, өлең айтып қойды. Қап, Қап қойды, болмаған әнші болады. қап, әттеген ай, әттеген ай. Әлде кеш емес. Әлде кеш емес, апа. 80-ге келді. Енді 10 жылда тағы өлең айтсам бола ма? Болмайды. Әлбетте, апа. Кім шектеп қойып жатыр сізге? Я, Құдай қаласа, апа, тура осындай сәніңізбен, әдемі әніңізбен қазір 2025 ба? 2030-да маған келіңіз, апа. Өз қолыммен халық әртісі деген атақты жазып берем, апа. Тақырсады, ол кезде 80-ге келді. Мен 90-ға келем. Жоқ, ол кезде 75-ке келеді. О, менен 10 жас шығу ғой. Жарайды, иә. Болды, апа. Математикадан сабақ бердіңіз ба? Жарайды, міне. Апама сыйлық, бір қол соғып қошеметтеп қояйықшы. Ахай! Хоп! Ахай! Хоп, бире, папа. Ахай! Көз қазақ айтты, сырлай ақтың сыры кетсінде сыны кетпейді деді ғой, міне. Сонау Ақтаудан Алатаудың етегіне Рысалды анамыздың қуанышы деп арнайы алтындай уақытысын бөліп жатқан анамыз да сыйлық алуға әбден лайықты. Міне көреген қыз, көреген жан, көреген ана. Ал енді келесі сыйлықты кімге береміз? Бұлай қылсақ бола ма? Бүгінгі тойда оң жақ қанат және де сол жақ қанат қазір бөлек-бөлек шығарсақ бола ма? Болады ғой, иә? Оң жақ қанаттан Рысталды анамыздың жасын бізге де берсін, біз де 70-ке толайық. Осы тойға шын көңіліммен қуанып келдім. Өз еркіммен осы тойды көтерем, осы тойда қуанам, қолыма қуаныштың туын алам деп, солай бір жандырам деп келген оң жақ қанаттан бір кісі өз еркімен ортаға шықсыншы. Ешкімнің атын атап түсін түстемейміз, өз еркімен, қане? Бір кісі. Ахай! Атыңыз? Иван. О, Иван. Иван, қазақша түсінесіз ба? Кішкене? Главное, поняли, да? Вы за что ходили, да? Очень сказали. Ага. Все, за деген кезде, за правый край деген кезде сразу надо выходить. Под этой музыкой. Еще раз поставь. Как это
Есенжан аға, мен қазақ орта мектебін орысша бітірген едім де ше. Сондықтан да түсінбей жатқан жерді перевод жасап бересіз өзіңіз. Мына музыка қалай басталады? Ағам сразу ортаға шығу керек. Аха. Так, енді сол қанаттан. Осы той маған да жұмысты болсын. Мен де жетістікке толайын, мен де анама той берейін, бәрібір. Мен Рысалды апам үшін барлығына дайынмын деген бір кісі ортаға өз еркімен шықсыншы. Бір кісі кез келген, бәрібір. Болады. Қуат. Болды. Енді Қуат Иван. Қазір тойдың барысында, перевод жасаңыз. Тойдың барысында бұл музыка егер алда-жалда қосылып қалып жатса, ешкім айтпай өздеріңіз ортаға билеп шыға беріңіздер. Түсіндік қой, Сіздерге той соңында арнайы олигарх, бүгінгі тойдың спонсоры Есенжан ағамыз арнайы сыйлығы бар сіздерге. Именной сыйлықтар бар. Ол үшін жаңағы музыка шыққан кезде сразу ортаға шығып билей берулеріңіз керек та болды. Той соңында өзіміз табыс етеміз приз. Келістік қой, Иван мырзаға бір көрсетіп жіберіңізші пластиканы. Қалай бұл под музыки как надо танцевать? Көрсетіңізші. Репетиция! Қуат аға, сіз мына сол жақ қанаттың намысын қорғайсыз, намысын жыртасыз қазақша айтқан кезде. Иван мырза, сіз мына оң жақ қанат. Я думаю, вы не подводите, да? Правый край, да? До конца будем танцевать, до конца будем стоять. За Есенжана до конца будем, да? Вы поняли, да, о чем речь? Все, давайте. Пока покушайте. Как музыка там звучит, сразу надо выходить и танцевать. Поняли, да? Ну ладно. Жақсы, тойдың соңында береміз сіздердің сыйлықты. Пока барып отыра берсеңіздер болады. Рахмет. Біздің ең позитивный қонақтарға бір қол қошемет қойыңыздар. Рахмет Есенжан орныңызға жай. Әлбетте, иә. Ал енді біз жай тамаша ақ-тілектерді ортаға сала отырыстық. Бісміллә деп сөз бастау қиын ба, жоқ әлде ел бастау қиын ба, қол бастау қиын ба деді ғой дана бабаларымыз. Сондықтан да бұл тойымыздың ең алғашқы ақ-тілектің түңлігін түріп ашып беретін ол әрине нар көңілді. Ең алғашқы тілек кезегін алатын нар көңілді нағашылар Мадина апам бар ма? Мадина апам бастаған және де Рамаш апам қоштаған Дамира, Маржан, Берік атты нар көңілді нағашылар қайда екен бүгінгі біздің тойда екен бар болса келсеген ақ тілектерін ақтарып берсін екен. Музыка бізден, ал тамаша би сіздерден болса екен. Апа, бәрі керемет, бәрі супер. Бүгінгі тойда ең жақсы костюм деген номинацияны өзіңіз алып кететін сияқтысыз. Дей тұрған менде,
сонау Ақтаудан келіп тұрғаннан кейін тамаша тілек кезегін өзіңіз бастап беріңіз. Қош келдіңіз. Мен бастаймын ба? Бір жігіттер менікі, олар кейін. Ал, Раян, туған күнің құтты болсын. Балдарыңа рахмет, сен биікке шығарып атқан, төрге сүйреп атқан. Қалған уақытымда да балдарың осылай сыйластықпен өтсін өмірің. Жасыма жас қосыла берсін, пәлек жаса, түген жаса деп айта алмайын. Алла тағаланың берген жасын жасайды. Тілектеспін барлық қуанышыңа. Ал Рая, бүгінгі мынау туған күнің құтты болсын, өмірің ұзақ, денің сау болсын. Алла деніңе саулық берсін. Мынау анасын құрметтеп жатқан балаларға рахмет. Олар да өздері ертең үлкейген кезде өздері де осындай балаларға құрмет болатын болсын. Алла соны нәсіп етсін. Денің сау, балаларының ортасында қызығын бір ұзақ жасай бер. Біз тілектеспіз. Денсаулықты көріп тұрсың ба, таяққа сеніп тұрған. Раяның бір звоногы бізге дәлел айтуға жараған жоқпыз. Дәлел айтуға болмайды бізге. Біз өйткені шешесінің бауырларымыз. Сондықтан келіп қалдық. Алла тек қана осы жақсы күндерде тойларда кездесуді нәсіп етсін жаным. Тойың той болсын. Рая тете, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз балаларыңыздың алдында осылай аман есен орталарын толтырып жүре беріңіз деймін. Рая тете, сыйлығыңызды қабыл алыңыз. Рая апамның мына жерде филиалы бар. Филиалға табыстай берсеңіздер болады. Финансовый директор бізде Дана ханым, бүгін, можно, да? Ал енді фотоны бәрін келіңіздер. Тұра қалыңыздар, сіздер де тұра қалыңыздар. Ой, істей апатымен. Апам менің айналайын ағапам. Ортасынан тұраған шығысталдар бар. Міне ақ жаулықтары, ақ көңілдері, желбіреген аналарымыз. Күліп түсейікші. Кредиті жоқ апам сияқты, проблема жоқ адам сияқты түсейікші бүгін суреттің барлығын ашы. Приздарыңызы бердіңіздер ма, конверт ма? Случайно қалталарыңызға қалып кетпесін, табыс етіп қойыңыздар. Ау? Костюмге подарка, охо, бермесек что-то. Атам бар ма? Мінекей, сізге за костюм. Керемет. Бір қозын қошеметтеп қойыңыздар. Ай, тамаша, міне. Апаларым аман болсын. Шіркінай, бұл өмірде жалғыз ғана жан бар екен ғой. 9 ай құрсағында, 2 жыл білегінде, өмір бойы жүрегінде сақтап жүретін жалғыз жан болса, ол әрине аналар деген екен. Сондықтан да аналарды жер бетіндегі періштелер деп айтсақ, ешқашан артық айтпағандығымыз болар. Ал олай болса, мынау сонау Ақтаудан, батыстан, жердің шалғайлығына қарамай келіп жатқан аналарымыз бар. Ең алғашқы ақ тілек алған нар көңілді нағашылардың ақ тілегін соңын тамаша әнімен әрлеп беретін қазақ эстрадасының жұлдызы, қазақ ән өнерінде ерекше орны бар Нұрлан ағамыз келіп отыр. Нұрлан Қонысбаев ағамыз, Нұрмұқасан тобының белді солисті, өзіміздің ағамыз. Қош келдіңіз.
рахмет армысыздар. Тойшыл қауыммен бүгінгі қуаныш құтты болсын, айтылған тілек ниеттеріңіздің бәрі қабыл болсын. Аман болайық, жақсы күндеріңіз көп болсын. Мен енді бір-бірлеріңізге сезімдеріңіз таусылмасын деген баяғы өзіміздің орындаған сезімді қайтем тулағаннан бастағым келіп отыр. Ортаға биге шақырамын, қабыл алыңыздар.
бері сорғылап. Тамаша. Рысалды апа суретке түстіңіз ба Нұрлан ағамен? Келіңіз, енді арнайы сіз үшін келіп жатыр. Бұл кісілерді іздеп таба алмайсыз негізі, бірақ алтын уасын қиып, алтын басын иіп, сіздің тойыңызға арнайы келіп жатқаннан кейін бір естелікке тамаша суретке түсіп алуға неге болмасқа, неге соны жасамасқа? Ал сонда жастықтар. Осылай тамаша әнімізді айтып, қазақ еліне еркелеп жүре беріңіз. Міне біздің Ержан ағамыздың атынан міне жерлестері осындай. Есенжан ағамыздың анасының тойының шашбауын көтеріп келіп жатқан жайы бар, керемет. Ал енді біз осы тойдың қуанышында жаңа тойымыздың басын әдемі бәтуәлі батасымен бастап берген құдалар қауымын ортаға шақырғымыз келеді. Келіңіздер, ақжарма ақ тілектеріңізді ақтарып беріңіздер. Музыка бізден болсын, тамаша тілек сіздерден болсын. Әрине Төленді аға құда, және де Жанат құдағи, Еркін аға, Гүлмира, және де Дилбар, Альфия, Әлібек, Гүлнар, Гүлмира, құрбысы Айман анамыз. Аттары аталған жандар ортаға бимен, тамаша әдемі көңіл күймен билеп келсеңіздер, нұр үстіне нұр дейміз. Керемет. Рысбал апа, сіз шында да құда мен құданы Құдай қосады деп бекер айтпады ғой. Мына Құдай қосқан құдаңыз жаңа келіп маңлайыңыздан иіскеп құттықтап жатыр. Құдашаңыз ең бірінші болып келіп, тойымыздың алғашқы қонағы болып істей сияпатын алып жатыр. Сондықтан да міне құда деген бір ел бар. Құдай қосқан, шырайына қазақтың шырай қосқан деп, осы құдалармен алыс беріс, барыс келіс, тек қана осындай жақсылықтың ортасында бір-бірлеріңізге шапқылай беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Төленді аға, кімнен бастаймыз? Үлкендеріңізден бастайын десем, барлықтарыңыз жас болып тұрсыздар. Бәрекелді. Қош келдіңіз аға. Қане, бәрекелді. Құрметті тойшы қауым, мына бүгін үлкен мерекесіне бас қосып отырмыз. Құда қаласа құдағи, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Қызығы да мәнді болсын, ауырман. Осында жас күйіңізде өмір бақи жүре беріңіз. Мен сіздің қандай адам екеніңізді балаңызға қарап жүрмін. Өйткені балаңыз өте білімді, парасатты, адамгершілігі мол. Осың, еркек адам қандай болады десе, ұялмай көрсететіндей балаңыз сондай адам. Оның үстіне Құдай қосқан көршімін мен. Күніге мына туған құдаларына қарағанда мен көп араласамын. Есенжанмен Айнашпен, аға деп сыйлап, ізгілік жасап тұрады. Ол сыйлаған құлы болды. Рахмет, осындай бала, ол қыз асырап, аңыз үшін мыңда бір сізге тағзым. Құда қаласа 100 жасаңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осылай жайнап жүре беріңіз. Туған құдасымен екеуміз, туған бөліміз, екі апаның баласымыз. Мен де құдамын. Қазақ бар уақытта үлкен сыйлаған ғой. Ерекенің ішінен календар бойынша 1,5 апта менен үлкен. Сол үшін жол істеп аққан жағдай. Ал құдағи, бүгінгі күн мынау ереке, сіздің ерекеңіз.
жасыңызға жас қоса беріңіз. Мына Құдайға таң қаламын. Енді осы қазақта егер апалы сіңлілер аналарда көп болса, өлі де көп болады ғой. Бірақ бұл кішкентай кезімізден екеуміз ерекше бірге өстік, бірге жүрдік. Енді даже қызымыз ұзатқанда да соған себепкер болған кісі ол кісі. Қазіргі өмірде бірге тұрады, арасында калошпен жүреді. Алматыда дордың ішінде калошпен бара береді, тапшықпен. Құдайдың құдіретіне тақыласın. Ал айтайын дегенім, Құдай, мына жаңа едекен айтты ғой, біз бәріміз осы салған істердің бәрі сізге бірақ тілекпен отыр. Сіздің жасыңыздың ұзақ болуына, деніңіздің сау болуына, мына өмірге әкелген ұлыңыздарыңыздың рахатын көруге, қазақ айтады ғой, жастығында зейнет бер, жастығында бейнет бер, қартайғанда зейнет бер. Соның жемісін көріп отырсыз. Кешегі сізді ұлағыңызды құттықтап звондағанда сіз маған айттыңыз, мен дайындық қалай десем, мен почетный гостьпін, дайындық істеп жатқан менің балаларым мен қыздарым деді. Мына Құдайға мыңдаған шүкір. Құдай берген екен ұлды, қызды, мына осындай сіздің үлкен мерейтойыңызды, осы жерде ең жаңа арпа ішіндегі бидай дей ма, шақырса ұсқан көп қазақта. 500 адам, 300 адам ала шақырады. Бірақ ішіндегі мына заманына сай іріктеп, ең жақын шақырған слив дейді бар, сүттің бетіндегі қаймағы. Сол сізге денсаулық деймін, самын. Сіз осы Алла тағала қанша өмір береді, осы балалардың, қыздардың, немерелердің, шөберелердің қызығушылығын көріп, қартая беруімізге мен тілектеспін. Жақсы қартаю, сұлу қартаюда ода үлкен бақыт. Сол үшін туған күніңіз құтты болсын. Көп жасаңыз. Уважаемый Бай, с днем рождения, с юбилеем. Каждый день рождения, наверное, день рождения подводит итог того, что есть на сегодняшний день. И я хочу Давай сказать, что на сегодняшний день, в день ее юбилея, она имеет. Давай вырастила прекрасных детей, воспитанных, интеллигентных, самостоятельных и состоятельных. Подняла их всех на ноги. У вас прекрасные дети, у вас взрослые внуки. И я хочу сказать о силе воли этой женщины, насколько она сильна. Несмотря ни на какие трудности, вырастить прекрасных детей, поставить на ноги. И вот сегодня, наверное, результаты вашего труда, вы пожинаете эти плоды. Поэтому все на сегодняшний день у вас есть. Я думаю, что пожелать вам только здоровья. Здоровья. Самое главное, радость в внуках. То, как они вас любят и уважают, это вот доказательство сегодняшнего прекрасного вечера. Поэтому давай с днем рождения, здоровья вам, благополучия. И еще я хочу отметить, что вы и в таком возрасте не потеряли себя, много путешествуете. То, что, наверное, не каждому дано, не каждый это может сделать, вы это сделали. И вот действительно мы этим гордимся, что вы нашли себя, вот эти путешествия, видеть разные страны, ездить, это так здорово. Ну и, конечно, мне хочется сказать спасибо большое организаторам этого мероприятия, и Синжан, Диночка. Дина, прекрасный такой красивый вечер. Настолько все оригинально и незабываемое. Я думаю, что это ваша фантазия, ваше творчество, это вообще здорово. Ну и Синжан выбрали такой прекрасный ресторан. Мне кажется, любой человек может сказать, и я так хочу, и в этом возрасте я тоже так хочу. Ну давай, с днем рождения, с юбилеем, здоровья, всего самого-самого вам прекрасного. С днем рождения!
Керемет. Bir қозон қошеметтеп қойыңыздар шынында. Құдағиға Камзол. Қандай керемет. Құдағи, мынау сізге арнайы жапониялық технологиямен тігілген камзол. Фирмасы қандай дедіңіз, құдағи? Сисадаки, Симасадаки деген фирма. Еще конверт бар ма? Бәрекелді, міне. Сіздер, егер мен қателеспесем, Есенжан ағамыздың ата-енесі ма? Ата-енесі. Бәсе, что-то күйеу баласын ерекше мақтайды да. Мен де бір супер күйеу баланы білемші. Ол менің енем еді. Сол сияқты Есенжан аға, керемет міне осындай араға алтын көпір салып, жаңа айттым ғой, барыс, келіс, арылыс, беріс, тек қана осындай жақсылыққа, тойға, бір-бірлеріңізге шапқылай беріңіздер. Алланың берген алтындай немерелер бар ғой, Құдай қаласа шөбере сүйіңіздер. Соған екі ортаға шапқылап, сіздер де шаршамаңыздар, бұл кісі де шаршамасын. Құдағи сіз жаққа кет, күтіп алыңыз деп бір-бірлеріңізге сүйасыз. Қазір бар ғой. Ал енді бір ауыз қанекейіңіз. Я, наверное, скажу по-русски, потому что русскоязычные все. Да. Уже здесь столько много сказано. Я только хочу вам от силы, от чистого сердца пожелать вам продолжение вашего 90-летия будем справлять, а потом второе 100-летие будем справлять. Так что желаю вам всего-всего от души. Детки у вас прекрасные, внуки у вас прекрасные. Вот представьте себе, какие люди вас окружают. Это вот которые уважаемые люди, они вас посетили. И вам создали такой уют, ваши дети вам дадут. А мы вот этот уют, вас жизнь вам поддерживает, да. Вам здоровья, 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 еще раз здоровья. 90-летие будете здоровья. Тойшы қауым. Бүгін Раечкамның туылған күні. Осы туылған күнге екі ұлы қанаты, өзінің гүлі Диночкамыз. Осындай бәрімізге ұмытылмас той жасап жатыр. Ол деген әр баланың, әр енесіне, шешесіне жасалатын той емес. Сондықтан балалар сіздерге рахмет. Қадаттарыңыз талмасын. Жақсылық жасауға жалықпаңыз. В день юбилея главного желаю в жизни славного, от близких понимания, заботы и внимания, улыбок много, радости, чтобы никаких усталостей, здоровья безупречного и счастья бесконечного. Бастарыңыздан ба, астыларыңыздан тақ кетпесін, қуанышқа деп алып келген конверттер случайно қалталарыңызда қалып кетпесін, табыс етіп қойыңыздар, қанекей. Құраныңыз құтты болсын, жағдасаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, әрқашанда осындай жап-жас болып жүре беріңіз. Осы жастығыңыздың арқасында қыздарыңыздың жақсылығы болуының себебі шығар. Балаларыңыз өніп өсе берсін, саулық, денсаулық тілейміз. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, балаларыңыз аман болсын, немерелеріңіз өсе берсін, шөбере көріңіз, өстіп ортамызда күліп ойнап, жайнап жүре беріңіз. 100 жасаңыз. Самада
асыл басып түсініп тұрмын. Былай коротко айта салайыншы. Мына кісіге айтпасам болмайды. Ал құдай мерейтойыңыз құтты болсын. Құдай жасқа келген де бар, келмеген де бар. Сіз бақытты анасыз. Осындай жаңағы барлық сөздердің бәріне қосыламын. Осындай балапандарды дүниеге әкеліп, осындай тәрбие беріп, біз мақтанамыз шында. Жасты айтасыз ғой, күйеу бала деп. Шынымен, мен өз қыздарыма всегда айтамын, Есенжанды көргеннен біз өзіміз жақсы көреміз шында. Көкеннің 2 күйеу баласы бар, 2-еуі де алтын. Оның ішінде сіздің балаңыз бар. Бүкіл жаңа тәрбиені де, жақсылықты да бәрін сізден көрді. Енді сол берген бүкіл махаббатыңызды балалар қайтарып жатыр деп ойлаймын. Динаға рахмет. Жаным сол. Бүгінгі зал, бүгінгі көңіл бәрі әдемі деп ойлаймын. Бәрі көңілді өтіп жатыр. Құдай қаласа жаңа айтып жатыр ғой, 90 жас, 100 жас, 100-ге келеміз. Артыңыздан осылай балаларыңыз еріп, немерелеріңіз еріп, қуантып жүре берсін. Жаңа сіз өзіңіздің бел құдағиыңыз айтқандай, шетелдің барлық жерлерін көріп келуді сізге нәсіп етсін. Біз сіздің жақсылығыңызға жинала берейік. Балаларыңызға тағы да басымды иіп, рахмет айтамын. Балаларыңыз өте алтын. Сол сіздің туған күніңіз всегда тойлап жүре берейік. Керемет. Ай, тамаша, міне камзолдың сыртынан камзол. Құдай қаласа. Сандық бар ғой үйде, иә? Сандық бар ғой. Сандыққа салыңыз. Құдай қаласа, осы жақсы киімдерді жарқыратып, тойға шапқылай беріңіз, Рысалды апа. Сіз тілек айттыңыз ғой, айттыңыз, ал енді міне жаңа жақсының жақсылығын айт, нұры тасын деп жатыр ғой. Шында да міне өзіңіздің адресіңізге және де мынау балаңыздың адресіне. Шында да біз тойға аптасына бір 3 тойға барсақ, жарайды, айына бір 10 тойға барсақ, соның 8-і ата-анасы баласына жасап беріп жататын тойға куә боламыз. Яғни үйлену тойларға. Соның бір 2-еуі балапандары ата-аналарына той жасап беріп жататын тойларға куә боламыз. Сондықтан да ата-анасына той жасап беретін бала-шаға көп болсын дейміз. Сіздер де жайнай беріңіздер, жасай беріңіздер. Құдаша айтты ғой, осы жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар. Баяғыда бір тамада бірінші рет той жүргізуге барған ғой. Жаңағы бірінші жүргізетін тойы 60 жас мерейтой екен да. 60 жас жайлы өлең тақпақтардың барлығын жаттап барсақ, жаңағы той 1 жас екен да. Сөйтсе айтыпты ғой, құрметті ағайындар, 1 жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар депші. Сол сияқты 70-ге жеткен де бар, жетпеген де бар. Сол 235-ті қанат қылып 100-ге дейін жүзе беріңіз. 100-ге келгенде жақсылап ағайынды бір жинаймыз. Арқарай ақылдасамыз. Не істейміз? Қандай? Бәлкім бір шалт алып береріміз, сол бәрі әзір. Фотоны апайын кеңіздер. Кеңіз, Дана ханым. Бар ғой, тағы да бір. Кадр бар ма? Ал енді құдалар, сіздер үшін жақсы көңіл күймен. Кеттік қане. Ахай! Иван! Керемет. Құдалар, сіздер үшін қазір арнайы
тамаша би болады, ән де болады. Өйткені сіздер Құдай деген сөзге бір ағарып жетпей қалады екен ғой, құда деген ше. Қазақ деген халықпыз, құда бол деп қинайтын құдаларын және де құдайындай сыйлайтын. Аға, супер. Иван, так держать, да? Ал енді той дастарханына жайғаса қояйық қанекей. Ар бері жүрісті доғарайық, жайғасайық, өзіміз ат төбелінде ғана азақпыз. Ал енді нағыз қазақтардың тойында қадырақын айтпақшы, қос ішектің бірін тартып, бірін сәл кем бұра. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деді ғой. Сондықтан да домбырасын жанына серік еткен, бүгінгі тойға арнайы келген Марат ағамызды қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Қош келдіңіз аға. Марат ағаға соғылған қошемет аз болып қалмасын, құрметті ағайындар. Өйткені ол деген домбыраға соғылған, қазаққа соғылған қошемет. Ал енді құрметті ағайындар, той тойласын, той халықтың қазынасы дейді. Осынау анамыздың мерейлі мерекесі құтты болсын, жасы ұзақ, дені сау болсын. Ал енді мынау осы Динаның достарының атынан әнді қабыл алыңыздар. Haydi
Керемет, жұп болсын ба? Атырақ бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар аға, жұп болсын. Ал енді құрметті ағайындар, мынау келесі орындалар ән Арқаның керемет жаңағы ән мектебінің ұстазы атанған, қазақтың халық композиторы, сыйыр атанған Біржан Сал ағамыздың «Он саусақ» деген ән. Астыңсыз бар, кеңішті бір сыйлық. Тамаша әніңіз үшін бір қатырақ бір қол соғып қошеметтеп қойыңызшы. Өйткені қазақтың ұлттық аспабын жанына серік етіп жүрген Марат аға, жасай беріңіз, жайнай беріңіз. Ал енді тағы да мына сыйлықтарды табыстайтын сәтке келіп жеттік. Енді